Қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың бастамасымен 2019 жылы басталған бюджетке қатысу жобасы төңірегінде біраз әлеуметтік мәселелер шешімін тауып, қала аз уақыттың ішінде гүлденіп келеді. Өткен жылы мемлекеттік бағдарлама аясында 183 жоба таңдалды. Қала тұрғындары дауыс беру нәтижесінде оның ішінде 49 жоба іске асты. Мәселен, Наталья Сац атындағы театр аумағы күрделі жөндеуден өтті. 4 ауданның саябағына 9 малақ тақталар орнатылды. 18 воркаут және балаларға арналған әмбебап ойын алаңдары салынды. Бос жатқан жерлерге қала тұрғындары демалатын 12 сквер қойылды. Қаладағы 2 ірі өзен аңғарлары қоршалды. 7 көше бойына жол асты өткелі салынды. Ағаш отырғызу жұмыстары жүргізіліп, аулалар абаттандырылды. Бұрын 2 жыл бұрын осындай жаңа халық демалатын жер болған жоқ. Осы 2 жылда үлкен өзгерістер болды. Халыққа көңіл бөліп, осындай спорт алаңы салып жатқанына үлкен рахметімізді айтамыз. Ел игілігі үшін атқарылған жұмыс биылда жалғасын табады. Бюджетке қатысу шеңбер аясында 795 жобаға ұсыныс келіп түсті. Оның ішінде іріктеу қорытындысы бойынша 266 жоба қолдау тапты.